Қазіргі заманда еңбектің жоғары өнімділігі өндірістегі техникаларға тәуелді болады. Машиналар бұзылып, істен шығып жатса, жұмыста тоқтап, жоспар орындалмай қалады. Сол себепті темір тұлпарды тұрған орнына жөндеп, қайтадан қатары қосу өндірістік қажеттілік. 73-75 нөмірлі шахта батыс жезқазған кенішіндегі өндірістік алаңдардың бірі. Онда тәулігіне 5000 тонна мыс кені алынады. Ал оны өндіруге 25 техника жұмылдырылған. Технопарктың негізгі бөлігі Атлас Копко швед фирмасынікі. Алдағы уақытта дәл осы маркалы машиналар осы жердегі сапалы әрі жылдам жөнделетін болады. Бүгінде шахтаның -20 бөгжегінде жаңа жөндеу бекеті қолданысқа берілуге әзір. Данный подземный ремонт предусмотрен. Бұл жерасты жөндеу бекеті Атлас Копко фирмасының өзі жүретін жерасты техникалары мен бұрғылау машиналарына техникалық қызмет көрсетуге арналған. Жезқазған шахта проходкалау басқармасы 19 және 16 нөмірлі электромонтажды учаске мен 17 нөмірлі механикалық монтажды учаскелерді салған. Номер 16 электромонтажный участок. Аталмыш жерасты техника жөндеу орталығының ашылуын Атлас Копко компаниясының механиктері асыға күтіп жүр. Ал қазіргі жөндеу бекеті машиналарға техникалық қызмет көрсету үшін тиісті дәрежеде жабдықталмаған, қолданыстан шыққан ұңғымалардың бірінде орналасуға мәжбүр. Мұнда бәлендей жағдай жоқ. Тым болмаса тазалыққа бақылау жасасақ қой. Ал жаңа жөндеу бекеттерінде машиналарда жуаламыз. Бұл өз кезегінде көлікті тексеруді жақсарта түседі. Мұнда міне көріп тұрғандарыңыздай адамдар тас үстінде, яғни еденде жатады деуге болады. Ауру бөлшектерді орнатуға бөлшектеуге арналған жүк көтергіштер жоқ. Оған қоса көлік тексеру шұңқырлары бізге міндетті түрде керек. Жаңа жөндеу бекеттері қажеттінің барлығымен қамтамасыз етілген. 3000 шаршы метрлік аумақта негізгі учаскелер, яғни жуу, майлау нысандары, слесарлық және токарлық цехтар, дөңгелек жөндеу орындары, қосалқы бөлшектер мен пайдаланылған майғарылған қойма, электр құрылғылар жөндеу контейнерлері жинақ орналасқан. 10 және 16 тонналық жүктерді көтере алатын 2 камералы арқалық крандарымыз біздің мақтанышымыз. Бұлардың арқасында бір мезетте бірнеше шөмішті және өзі түсіргіш машинаны жөндей аламыз. Здесь 24 метра. Мұнда 24 метр, ені 700 кран көтереді. 3 машина емін-еркін кіре алады және үшеуінде еш қиындықсыз жөндеуге болады. 3 машина заезжает сюда. Свободно можно ремонтировать 3 машины. Қауіпсіздік мәселесі де қағыс қалмады. Басты кезекте бұл жердің қабырғалары мен төбесі қалыңдығы 5 сантиметрлік торкрет бетон мен арнайы торлар және анкерлік бұрандамалар сынды құрамды бекіткіштермен күшейтілген. Неғұрлым қауіпті учаскелерде ұнтақты өрт сөндіру жүйесі және де көлемі 20 текше метрлік су резервуары қойылған. Жөндеу бекетінің тағы бір артықшылығы жоғары динамикалық жүктемеге төзімді бетонды еденнің болуы. Мы заливали бетон. Біз қалыңдығы 10 сантиметр бетон қойдық. Оған арматурадан жасалған тор салып отырдық. Бетонға 2 жүктеме әсер етеді. Сондықтан да созылуға және қысылуға төтеп беру үшін арнайы тор салып отыруға тура келді. Құрылысшылар мұндай еденді 10 жыл бойы үздіксіз пайдалануға болады деп кепілдік беріп отыр. Оның үстімен дөңгелектері темір шынжырмен оралған ауыр техника жүретінде ескерілген. Кәдімгі қара жолға қарағанда бетонды жол тазалыққа да сеп. Ал сапалы жарық беру жүйесі 400 метр тереңдікте де жайлы жағдайда жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Светильниктер енді 5 метр сайын ілінеді. Бұл светильниктің маркасы NSRO 01-200 деген. Оның мощності 23 ватт. Енді крандардың... Механиктердің есебінше жөндеу бекеттері жаңа жағдайда жұмыс істеуін бастаса болды. Машиналарға техникалық қызмет көрсетудің сапасы мен жылдамдығы 30% өседі. Ал бұл бүкіл шахтаның еңбек өнімділігі де айтарлықтай артады деген сөз.